Қазір расымен 9-шы бұл жерде біз әлде 8-ші ма? Бұл жерде сонымен құрметті көрермендер, бәсеке басталды. Ал тақым қысайық. Ардақты ағайын сіздермен бірге. Өте тамаша, Кәдірхан жақсы бастады. Бізге бастысы негізгі мамандардың айтуынша пейс дейді ғой, жылдамдық өте жоғары басталғаны тиімді. Қазіргі таңда міне 6-8 км сағатына алып отыр, өте жақсы. 5-ші орында қазір Кәдірхан позицияны ұсталған, өте жақсы. Қазір негізгі топта былайша айтқан кезінде қатысушылар 2-1 топқа теңдей бөлінген, ал алғашқы топта қазір 7-3, 8 және 5-ші реттік нөмірмен сәйгүліктер тізгіндеген жаккейлер қазір Кәдірхан әлі де болса алғы шепте. Орал Ривер мен Тюра Эреда, Дермос Атагаки Дефант бастап келе жатыр. Орал Ривер 1-ші орында, Дефант 2-ші орында, Тюра Эреда 3-ші орында. Шақырым бар әлі де. Кәдірхан жақсы келе жатыр. Клэптон Кәдірхан дәл артында келе жатыр. Ужбаты солай, ең соңғы шабу әдісі солай. Соңдан бастап соңғы 500 метрде басын жібереді. Шабуылдайды. Кәдірхан 4-ші келе жатыр. 4-ші? Жақсы. Ішкі жолаққа қарай 3-ші келе жатқан Ньюгей. Бұл байқап баптаған. Бұл кісі мықты бапкер. Сонымен құрметті көрермендер, соңғы 600 метр қазір Орал жермен жарысып келе жатқан. Орал Ривер негізінде өзінің жүгірісіне тәнті шыққаннан бірінші болып шығатын өзінің несі бар еді. Қазіргі таңда қуып жетер ме екен? Сонымен құрметті соңғы 400 метр. Кәмел жақалақтарына алғашқы төрттікте және ішкі жолақпен қазір 10-ші нөмірдегі сеньор Мускадормен аят деген сонымен тағы да алдын орап кеткен сыртқы жолақпен жарыс жолдың ернеуімен жүріп өткен өзге қатысушылар деген біздің Кәдірханды қазір артқа тастады. Сонымен соңғы метрлерде бұл жерде негізгі топпен Кәдірханның мәресін кесіп өтетіндігі анық және біздің құрметті көрермендер еді. Бұның өзінде біз әрине үлкен жетістік деп әуелде қаншама мәрте атап өттік. Бұндай додаға жолдама алудың өзі де қазақстандық атбегілер, қазақстандық жаккейлер, қазақстандық